Балалар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен амандасып алайық кәнекей. Орнымыздан тұрамыз кәнекей. Бірге. Жарқырап күн шал даусымыз. Шашылды. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жақсы балалар, отыра қойыңыздар. Жақсы. Олай болса, балалар, біз қазір ана тілі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын сабақта өткен тапсырмаларымызды қайталап аламыз. Үйге қандай тапсырма беріліп еді кәнекей, кім айтады? Қандай тапсырма берілді? Айта ғой Гүлжанат, жоқ. Қандай тапсырма берілді үйге? Қыста өлеңін жаттау деп айтасың. Жаттау деп айтасың. Жақсы, отыраға. Үйге берген тапсырма Ескен Елубайдың қыста өлеңін жаттап келу еді. Жақсы, кәне кімдер жаттап келді? Қол көтерейікші кәнекей. Мен деп айтпаймыз, қолдарымыз көтерсек барлығыңызды көреміз. Кәнекей, қолымызды көтереміз, оң қолымызды көтереміз. Айзере кім? Алла жақында отыр, кәнекей әдемі. Жақсы, кім айтады кәнекей? Жақсы, келе ғой кел. Адина кел, айта ғой кел. Ортаға айта ғой, Жер ақ борайды, жер ақ борады. Күн аязды борайды. Жылы жақтан келген қыз борайды. Жақсы, отыр. Жақсы, келе ғой, әдемі, келе ғой, кел. Даусымыз шығап тақылдап айтамыз кәнекей. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды ісітті, қысқа түндер ұзарып, кидік тонмен ішікті. Өте жақсы балалар, қол соғамыздан екен. Өте жарайсың. Тағы кім айтады? Келе ғой, Нияз, келе ғой, кел. Даусымыз шығарып тақылдап айтамыз кәнекей. Жер ақ қарға оралды, күн аяз жылауды. Жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, кидік. Ұзарып, жақалтатын салма қоңып тұр. Кидік, тонмен. Жақсы, отыра, қол соғауыз балалар. Пиыл парасат келе ғой, кел. Тақылдап айтамыз. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды ісітті. Қыста тезде ұзарып, кидік тонмен ішікті. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, кел, Данара, келе ғой, кел. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оранды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды ісітті. Қысқа түнде ұзарып, кидік тонмен ішікті. Жарайсың, отыра ғой. Жақсы, кәнекей балалар. Тағы кім айтқысы келеді кәнекей? Жақсы, ұлдай келе ғой, кел. Ортаға келіп айта ғой, кел. Мұқият тыңдаймыз қалғандарымыз. Даусымызды шығарамыз, тақылдап айт. Шығар досым. Күн аязды боранды, жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оралды. Мұрнымызды қызарып, құлақтарды ісітті. Қысқа түнде ұзарып, кидік тонмен ішікті. Өте жақсы, қол соғамыз балалар. Тағы кім айтады кәнекей? Натыптан Еркен аз айтасың ба? Келе ғой, кел. Келе ғой, Еркен аз, кел. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген қыз жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды ісітті. Қысқа түндер ұзарып, кидік тонмен ішікті. Өте жақсы балалар, қол соғамыз кәнекей. Жарайсың, өте жарайсың. Жақсы кәнекей. Тағы кім айтады? Сұлтан келе ғой, кел, Сұлтан. Сұлтан келе ғой, кел. Тез ортаға бар жүр, Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды.
оранды. Жылы жаққа келген құс, жылы жақта оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарымыз өсекті. Қысқа түндер ұзарып, толмай кейдік ұшықты. Өте тамаша, қол соғамыз кәнекей барлығымыз. Жарайсың Сұлтан. Тағы кім айтады? Кім айта алмай қалды кәнекей? Айта алмай қалғандарымыз бар ма? Тағы келеу Абдуллах келеу. Бәрінен сұрайым. Өте жақсы, иә? Жер ақ қарға оранды, күн аязда боранды. Жылы жақтан келген құс, жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті. Қысқа түндер ұзарып, кетіп сонымен ішікті. Өте тамаша, қол соғамыз кәнекей. Нияз, сен айтқан жоқсың ғой солай ма? Келеу, кел Нияз, келеу. Нияз айттың сен де? Кел, тоғыз, Кәусар келеді. Жер ақтарға оранды, күн аязда боранды. Жылы жаққа келген құс, жылы жақтан оранды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті. Қысқа түндер ұзарып, кетіп тонмен ішікті. Өте жақсы, қол соғамыз. Так, Мунира, сен айтқан жоқсың, келесің бе? Келеу. Даусымыз шығар, тақылдап айтамыз кәнекей. Қалғандарын мұқият тыңдаймыз топтаныш, иә? Қолымызды қоямыз әдемілеп бұлдай. Жер ақ оранды, күн аязда боранды. Жылы жақтан келген құс, жылы жаққа оранды. Мұрнымыз қызарып, құлағымыз Жақсы. Айтшы берекші ары, иә? Құлақтарды үсітті. Иә. Қысқа түндер. Тыныш. Иә. Кидік. Тонмен. Ішікті. Тамаша отырағы. Жақсы. Мына топ барлығы айтты ғой, екен? Иә, мына топтан кім айтқан жоқ? Ерасыл айтағы, кел. Жел аққарға оралды, күн аязды боранды. Тақылды ой. Жылы жақтан келген құс, жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті. Қысқа түндер ұзарып, кидік, тонмен ішікті. Тамаша, қол соғамыз әлекей. Жарайсыңдар. Тағы. Әліңе сен айтқан жоқсың, осылай ма? Жер аққа оранды, Күн аязды. боранды. Жылы жақтан. келген құс, жылы жақтан оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті. Қысқа түндер ұзарып, тонмен ішікті. Жақсы, қол соғамыз олар. Жарайсыңдар. Так, бір ал тоғжан келе ғой, кел. Қолдарымыз қойып, әдем отырамыз, Сұлтан, иә? Оранды, иә? Жылы жақтан. Жылы жақтан келген құс, жылы жаққа оралды, жарайсыңдар. Мұрнымыз қызарып, құлақтарымыз үсітті. Қысқа, кидік тонын. Тамаша, қол соғамыз әлекей балалар. Өте жақсы. Тағы айтылмаған оқушы бар ма, әлекей? Кел оған, Нұрғаша кел. Жер аққан оралды, күн аязды боранды. Жылы жақтан. Жылы жаққа келген құс, жылы жаққа оранды. Мұрнымыз қызарып, құлағымыз үсітті. Қысқа түндер ұзарып, келіп тұрып ішікті. Тамаша, қол соғамыз әлекей.
Жарайсың, тағы айтқан айдын келе алып. Айдын айтағы келе алып. Жылы жақтар. Келген қос. Жылы. Оралды, я. Орнымыз, қолымызды қойып әдемі отырамыз. Орнымыз. Құлақтарды үсітті. Қысқа. Күндер ұзарып. Кейдік. Сонымен ішікті. Жарайсың отырағын. Кел, Айша қалдырма енді. Кел, тездете оған, тездете оған. Жер ашып қарға оранды, күн аязды боранды. Сол жақтан келген қыз, сол жаққа оралды. Орнымыз әрі. Құлақтары үсітті. Қар күндері. Кейдік, сонымен ішікті. Тамаша, қол соғамыздан екен. Жарайсыңдар. Келесі. Ал енді Данияр айтағы келе өткен. Даусың шығар, тақылдап айтағы, я? Ал. Сол жақтан келген. Жер қарға оранды, күн аязды боранды. Сол жақтан келген қыз, сол жаққа оралды. Құлақтары қысқы өте тамаша, оқуға айтқан екен балалар. Олай болса балалар, өлең балалар, не туралы екен балалар? Қыс мезгілі туралы. Қыс мезгілі, қазір бізде қыс мезгілі солай ма? Олай болса қыс мезгілі сіздерге ұнайды ма балалар? Иә. Несімен ұнайды балалар сіздерге? Неге ұнайды сіздерге? Дұрыс айтады, қыс мезгілінде жаңа жыл болады, тағы жәнекей. Аққала жасайсыңдар, тағы несімен айтты қыс мезгілі? Аққала соғы ойнаймыз, өте жақсы, тағы. Қыс мезгілі несімен айтты? Қармен, қар лақтырып ойнаймыз, жарайсыңдар балалар. Олай болса сіздерге үй тапсырмасын жаттап келген өте жақсы жаттап келген оқушыларға мен сіздерге аққала сыйлаймын, жарай ма? Алинар өте жақсы мінекей. Сабаққа жақсы жауап беріп отырған оқушыларға мен осылай аққала беріп отырамын. Жарайсыңдар балалар. Правда, правда. Сама ешкі жарай, не оқытамыш. Ашықтайын. Кәнекей. Жарайсыңдар. Жақсы. Табағымызда бастамас бұрын кәнекей топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде әр топтан бір оқушы келіп, мына жерде түрге суреттерді суырып алады. Кәнекей, келе ғой Парасат, кел. Оқиға. Айнала аппақ қар. Айнала аппақ қар дейді. Бұл не балар? Неден тұрады екен? Сөйлем. Оны қалай білдік балар біз? Сөйлем сөздерден тұрады. Өте тамаша. Сөйлем сөздерден тұрады. Онда Парасаттың бірінші тобының аты сөйлем екен. Кәнекей, бері оға келе. Сөйлем отыра қойы. Жақсы. Екінші топтан кім келеді кәнекей? Тағы. Екінші топтан кім келейін? Отыр. Келе ғой Сұлтан, келе ғой. Мына жерден бір суыра ғой. Тез. Балаларға қарап тұр. Оқушыларға көрсетші кәнекей. Бұл не балалар? Бұл қандай әріп бұл? Ж. Бұл? Не жат болсын? Ж әріпі. Әріпті не істейміз балалар? Айтшы өш кәнекей. Әріпті?
әріпті көзімізбен таныстырайық Сұлтанды. Көзімізбен, иә? Көзімізбен көреміз және жазамыз, сосын оқимыз. Тамаша жауап келген, отыра алып келin. Онда Сұлтанның тобы әріп тобы деп аламыз. Келесі, үшінші топтан кім келеді кәнекей? Тағы ұлдай келе ғой кел. Иә, мына екеуін бірін суыр, иә? Балаларға көрсет кәнекей, иә? Танаш, оқи ғой, иә? Танаш. Ша. Ал бұл не екен бұл? Танаш. Бұл не болар, иә? Әріп ба бұл? Жоқ, не екен? Буын, дұрыс айтады, буын. Яғни буын неден тұрады? Айтшы, иә? Буын неден тұрады? Дыбыстардан тұрады. Тамаша. Онда ұлдайдың тобын буын тобы деп аламыз. Отыра ал кел. Келесі, төртінші топтан кім келеді кәнекей? Тағы кім келеді? Келе ғой көстер, кел. Оқи ғой, алу. Қалған соңғы не, иә? Таныш. Сүлейман. Не деген сөз екен? Бақа бұл. Бақа деген сөз екен. Жақсы. Бұл не бұл? Әріп ба бұл? Жоқ. Не екен енді айта ғой, иә? Бұл? Бұл не? Бақа деген балар. Қане, көмектесшілер ешкім айтады кәнеке. Бақа деген не? Иә? Буын ба бақа деген? Кәнеке, иә? Бақа деген не балар? Бақа деген әріп ба? Буын ба балар? Не екен бақа деген? Әріп ба не? Сөз ғой, біз айтатын әдіне сөз. Бақа дегеніміз сөз. Бұл неше буыннан тұрады екен керек? Буынға болшы бақа сөзін, иә? Тыныш қаусар біледі. Даусын шақ қатты. Маскын көтер. Қат шығар. Ба. Қат сөйле. Екі. Ба. Шығар осыны. Ба. Бұл жағай. Ба. Қа. Қане, қаусар бұл білеш, бақасын. Бақасын бұға білеші. Ба. Неше буын бар екен? Онда бақа дегеніміз сөз болатын болса, қаусар бұл төртінші топты сөз тобы деп аламыз. Жақсы балалар, бұл үй тапсырмасында берілген қыс өлеңі не туралы болды балалар? Қыс туралы болды екен. Жақсы, қыс мезгілі барлығымызға ұнайды, солай ма? Олай болса, мен сіздерге қазір қар кесегін лақтырамын. Қар кесегі ойын ойнаймыз. Бұл кезде мен сіздерге қар лақтырамын. Сол қарды лақтырған кезде сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап берген оқушыға қардан не салады балалар? Аққала. Аққала беріп отырамын. Дұрыс жауап берген оқушыға жарай ма? Сондықтан барлығымыз сұраққа жауап беруге тырысайық. Жақсы кәнекей, бірінші топ мұқият қараймыз кәнекей. Лақтырған қолымызды қоямыз. Сұраққа жауап беріп, атсалысатамыз. Мына топ жауап бере алмай жатырған кезде сіздер көмектесуіңде болады. Сұрақты, балалар, сұрақты оқығаннан кейін осы топ жауап береді, қол көтеріп, қалғандарды тып-тыныш отырамыз. Түсіндік пе? Жақсы. Кәнекей, лақтырамын. Көмейден шыққан үнді не деп айтамыз? Балалар, олай болса, барлығымыз үйге берген қыс өлеңін жаттап келдік, солай ма? Бұл өлеңге қыс мезгілі туралы айтылған. Ал қыс мезгілі сіздерге ұнай ма, солай ма? Ұнайды. Қыста қандай ерекшелік бар? Басқа мезгілден қарап. Не болады? Қар жауады, дұрыс айтасыңдар, қар жауады. Олай болса, қарда не жасалады балалар? Аққала. Дұрыс айтады, аққала жасалады, жарайсың. Онда мен сіздерге қар кесегін лақтырамын, сол аққаланы. Содан қарын аққала. Бір жауап берген оқушыға мен мынадай қар аққала беріп отырамын. Жарай ма? Кәнекей. Қар лақтырған кезде сұрақ береміз, сол сұраққа жауап береміз. Қалған топтар тып-тыныш отырамыз. Егер мына топ жауап бере алмай жатырса, сіздер көмектесесіңдер, келістік қой? Жарайды. Олай болса, кәнекей, көмейден шыққан үнді не деп айтамыз? Дыбыс. Жарайсың, мінекей, парасатқа қол соғаш, кәнекей, барлығымыз ең. Жарайсың, келе қойын. Келесі. Дыбыс нешеге бөлінеді, е? Дыбыс. Сөйлей толықтырайды. Таусынша бірге айтайықшы мен. Дыбыс нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Жарайсың, қандай?
Дұрыс айтады. Дауысты және дауыссыз дыбыс екен. Өте тамаша. Сіздерге бір аққала сыйлаймын. Әкел беріп алған. Келесі балалар. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Бір айташы, дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай? Дауысты дыбыстар? Дұрыс айтады. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Сіздің топтарыңызға буын тобына бір аққала сыйлаймын әкей. Келесі. О дыбысы қандай дыбыс? Қандай дауысты? О дыбысы қандай дауысты дыбыс? Қандай дауысты? О дыбысы. Қандай дауысты? О дыбысы. Қалай айтып көрейінші әке? О дыбысын. Қандай дауысты? Жуан дауысты дыбыс екен. Көбірек жауап береміз. Жарайсыңдар. Сөз неден тұрады балалар? Кім жауап береді? Сөз неден тұрады? Сөз неден тұрады балалар? Дұрыс айтады Ерасыл. Сөз буыннан тұрады. Тамаша Ерасылға. Қол соғаңыз кәнекей Ерасылға бермей. Тамаша. Әріп пен дыбыстың айырмашылығын айтын. Әріп пен дыбыстың айырмашылығы. Не, Сұлтан? Айтамыз отырмыз. Оқимыз. Дұрыс айтады. Әріпті көзімізбен істейміз? Көреміз. Көзімізбен көреміз. Көреміз, оқимыз және жазамыз. Ал дыбысты? Дыбысты не істейміз? Айтамыз және естиміз. Әріпті көреміз, жазамыз, оқимыз, ал буын дыбысты естиміз және айтамыз екен. Жарайсыңдар сіздерге бір ұпаймен. Жақсы бала, ары қарай. Ж дыбысы қандай дыбыс? Ж. Жауап береміз барлық тобымыздан, иә? Ж дыбысы қандай дыбыс? Иә? Ж дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Кім айтамыз? Дауыссыз. Сөйлейміз. Дауыссыз дұрыс екен. Өте жақсы. Қол соғамыз кәнекей. Жарайсыңдар. Кәнекей, сіздерге тоқта. Шағала сөзін буынға бөл. Кәнекей, кім бөледі? Шағала. Тыныш отырамыз. Шағала. Адина. Бірге буынға бөлеш, үшінші топ еді. Шағала тоғын. Шыға досты. Шағала. Тамаша. Неше буын бар екен? Үш буын бар. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Бала, олай болса, кәнекей, оқулықтарымызды ашайық, кәнекей. Оқулығымызды ашамыз. Оқулығымызды 17-ші бетін ашамыз, кәнекей. 17-ші бетін ашамыз. 17-ші бетін аштық па, бала? Бұл бетке алғаш бірінші жаттығуда қараймыз. Бірінші жаттығуда қараймыз. Бірінші жаттығуда қараймыз. Бұл отырмызда. Не деген өлең көріпті екен, бала? Балақайлар, әне, тамаша, е. Балалар, мұнау әріп тобының топтық тапсырмасы. Мұнау тапсырманы орындау барысында не көріп тұрсыңдар, балалар? Аққала. Аққала. Неше аққала бар екен? Үш. Осы аққалаларда не бар ортасында кәнекей? Әріптер бар, сойма. Осы әріптерден сөз құрау үшін мына жерде әртүрлі аққаланың басында несі жоқ? Бас киімі жоқ. Осы бас киімі кигізу үшін мына жерде көптеген әріптердің ішінен қайсысы дұрыс болады, соны сәйкестендіріп кигіземіз басына. Сол кезде мынадан дұрыс сөз оқылып шығу керек. Түсіндік па бала тапсырманы? Жақсы. Олай болса кәнекей орындай қоямыз. Барлығымыз бірге орындаймыз. Қара, мына әріптерді қара, қайсы сәйкес келетінін табамыз өздері. Оқып қарар. Табың өздері одан.
сөйлеп тұрамайдың. Апа былай ма? Оқығанда дұрыс сөз шығу керек. Астында әріптерді қосып оқығанда. Су бітті. Жақта. Қарайын, соны кірелеп жапсырасыздар астына бұл кезекте. Дұрыс болған сөздерді кірелеп жапсырамыз. Некі көрек көп болды ма? Мына оқып қараймыз неке. Ара. Басында оқисын сында. Дұрыс болған ар деген. Ойланамыз. Ақыраңда. Не болады? Я тезетек болады. Там ешпен? Сарас. Орна қойшы. Жапсырамыз. Жапсырамыз. Бірінші дұрыстап қауып аламыз. Жоқ. Ала? Жағып, не аңқыз? Қопқа жақындайын керек. Апай қар. Тамаша, үйге қой. Ал орындайымыз тапсырмаларымыз. Шеш, не ал, шеш. Әке, не жапсырайын? Бая қарап түсте, не қойсын? Тапсыр бағай. Дұрыстап күйге, дұрыстап. Дұрыс емес тұттан, қарашықтық жаны. Қақын, әдем жапсыр. Қастыр? Әдем жапсыр. Жоқ, қар. Бады болды. Мынаны сен алып жүрсің. Жапсыр ал. Аптыр керек маңна. Қарашықшы, Табан қастыр деп. Сөз. Жоқ, не арқа. Құрап болдық па балалар? Жақсы бала, мынау буын тобына берілетін топтық тапсырма, шығармашылық тапсырма. Бұл жерде не көріп тұрсың не бала суреттен? Не көріп тұрмыз? Қайда тұр әріптен? Қайда тұр? Гүлдің үстінде. Дұрыс айтады. Гүлде әріптер берген, гүлдің күлтешелерінде әріптер берген. Осы әріптерден ортадағы әріпті қатыстыра отырып, жаңа сөз жасайсыңдар. Оны сызбамен қосасыңдар. Түсіндік па? Сызбамен қосып отырып сөз жасаймыз ғанекей. Орындай қойын. Парасатқа бер. Маркен өсі қой. Парасатқа бер. Қандай сөздер шығады? Бәрін біргіп қараймыз. Жақында, ортаға қарай жақындан ғанекей. Қарым, тапсырмаға қараймыз. Қандай сөздер шығады? Тезекте қойыңдар. Не деген сөздер? Бәрі үйге келу керек. Сосын үш тағы табамыз, тағы ойланамыз. Тағы табамыз, тезекте қойын, бұл. Üçüncü ya, tağını sizler. Ayşe'yle karışık ol ya. Жақсы, sıra koyayım.
Жақсы бала, мынау буын тобына берілетін тапсырма. Суретте не көріп тұрмыз балалар? Не көріп тұрсыңдар? Не көріп тұрмыз? Әріптер қайда тұр, Гүлдеп тұр, даусын шығар. Әріптер қайда тұр? Осылар шығарым. Гүлдеп тұр. Осы гүл күлтешелерінде берілген әріптерде жаңа сөз жасаймыз. Ортадағы әріпті байланыстыра отырып, жаңа сөз жасаймыз. Үшін. Ортаға қосыр жасай қойды. Бірге жасай қойды ме? Үшеуін үш-түстен алып келін істен қойды. Жақында кел, жарады. Қаптал қарай тұрып жақында кел. Жақындан барлығы. Жақында бұл жарады. Үште қарай. Қандай сөздер шығады, Жақсы балалар, мынау 4-ші топқа берілетін, сөз тобына берілетін топтық тапсырмаларымыз. Бұны орындаған кезінде, мына не көріп тұрсыңдар балалар? Өлең шумақтары берген. Осы өлең шумақтарында қалып қойған әріптерді жазып, толықтыруымыз қажет. Кәнекей, тез етіп орындай қойыңыздар. Данараға бер, Қызылмен жазшы. Жаза берші. Болдық па балалар? Болдыңыздар ма? Болдық па балалар? Жарайсың. Схемалар. Қандай сөздер шықты соны айтасың? Кет тұр. Нияз отыр. Отыр, қыса тұрш. Жақсы балалар. Арасат. Сөйлем тобына қандай сөздер шықты? Айтыңдар екен, Тез. Дұрыс па балалар? Тез сосын. Бес сосын. Жер. Тамаша. Отыра ғой, Отыра ғой. Қандай сөздер шықты оқыңыздар? Қандай сөздер шықты? Оқи ғой, Қандай сөздер шықты? Қар. Сөз. Қыз. Жақсы, дұрыс па балалар? Өте тамаша, қол соғамыздан әкей. Отыра ғой, жарайсың. Отыра ғой, кел. Мәбер отыр. Әке мамын. Оқи оны. Ұста. Қандай сөздер шықты? Қос, дұрыс, сосын? Жол, сосын? Үшінші сөзің қандай?
Dұрыс па балалар? Жақсы отыра ғой. Отыра ғой. Келестің. Данара оқи ғой. Боран соқты. Қырса. Боран соқты. Боран Жақтан. жақтан боран соқты. Жақтан жақ лақтырып ойнасақ, су өтеді ол бақытшақ. Жарайсың, отыра ғой. Орнымыздан тұрақ сербітіп айтчық. Неде болса артынан кірістіресің кім? Орнымыздан тез-тез. Тез-тез. Орнымыздан тұрайық, мойнымызды бұрайық, қолымызды созайық, Су ішінде қалта. Әдемі етіп. Орнымыздан тұрайық, мойнымызды бұрайық, қолымызды созайық, Су ішінде қалта. Әдемі етіп жүзейік. Тамаша, отыра қойыңдар. Жақсы. Ары қарай, олай болса балам. Келесі. Отыр. Так, балалар, дәптер берсін. Қолымызды қоямыз. Олай болса, балалар, кәнекей, дәптерімізді ашайық, кәнекей. Айтыңыз. Дәптерімізді ашайық. қолдан қалап алайық, Салақтықтан ашайық, әдемі. етіп жасайық. Олай болса, бала, дәптерлерімізді ашып, көркем жазуды жаза қойыңдар тездетіп. Дәптерімізді көлбеу қоямыз. Әп-әдемі етіп жазамыз. Ж бетінде мінекей, Ж дыбысын. Ж әрпін жазамыз. Ж. Жазып болдың ба? Отыр демекей. Отыр. Кеудемізді көтеріп отырамыз, әдемі отырамыз, арқамызды тік ұстаймыз. Жазамыз. Артынан жазар да, үштен алса болды, жылытқандай, кетерсінде. Жақсы, ары қарай болады. Артынан аяқтайсың, таста. Ары қарай, таста, артынан аяқтайсың, арта жазғансың. Болды, енді келесі. Жақсы, бала бірінші жаттығуда Баянғали Әлімжановтың балақайлар әні берілген. Баянғали Әлімжанов деген ол ақын, жыршы, термеші болған. Балаларға арнап бірнеше өлең жазған. Сол өлеңді мұқият бірінші тыңдап аламыз. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, атақтай, ойнақтайды бұтатай. Әжем, әжетай, шүпірлейді шөжетай. Жақсы. Бала, олай болса, өлеңді кітаптан өзіміз оқуымыздан өзіміз оқиық кәнекей. Кәне, топ-топ тыңдап отырамыз, ішімізден оқып отырамыз, Алина бастап оқи, Атам, ардақтаймыз атаны. Тамаша, ардақтаймыз атаны ары қарай. Аялаймыз Тоқшар, аялаймыз әжені. Аялаймыз әжені ары қарай, Оқы, жалғастырып оқы. Атам. Атам қандай ақылды, Әдемі. Оқи қарай жалғастырып. Атам. Тоқшар, атам. Ататай, ары қарай, Сұлтан. Ойнақтайды ботатай. Дұрыс, ойнақтайды, Әжем. Әжемтай. Ары қарай. Шүпірлейді шөжетай. Тоқшар, шүпірлейді
Жетай. Жетай. Ya, basta. Ардақтаймыз Атаны, ya. Тамаша, ары қарай, ya. Атам. Атам қандай ақылды, ары қарай, ya. Әжем қандай әдемі. Әдем қандай әдемі, ya. Атам. Дауысын шығар, ya. Атам. Ата, ya. Ya, оқы. Şimdi оқышы, ya. Ой. Ойнақтайды. Дауысын шығар. Ойнақтайды. Бота. Ойнақтайды. Татай. Ya. Ботатай. Әжем. Әжетай, ya. Шүпірлейді. Шөжетай. Жақсы, балар, маған қараңыз кәнекей, ya. Ары қарай, осы өлеңде, балар, кімдер туралы айтып тұр осы өлеңде? Кімдер туралы екен? Ата, сосын, әже, жақсы, жарайсыз. Ал нелер туралы айтылды сосын тағы? Нелер туралы айтылды, ya? Нені айтты? Қандай жануарларды айтты кәнекей, ya? Бота, сосын, тағы не айтты? Бота, сосын, тай, солай ма? Бота, тай деген екен. Жақсы, олай болса, осы сөздерді мен тақтаға жазамын. Сіздер сол сөздерді дауысты дұрыстар табасыздар. Балалар, қараймыз неке. Кәнеке, кім оқиды мен оқыған сөздерін? Ya, Adina оқиғы, ya. Ата, әжетай. Ата, бізді оқы. Ата. Жақсы, бір сөз қандай екен? Ата. Жақсы, осы сөзде қандай дауысты дыбыстар бар? Неше буыннан тұрады балар? Неше буыннан? Буынға өтешкен екен? Екі. Неше дауысты дыбыс бар? Екі дауысты дыбыс бар. Себебі? Сөзде қанша? Сонша болады. Жақсы, бұл сөздегі дауысты дыбыс қайсы екен? Дауысы қандай дауысты? Қандай дауысты? Жуан дауысты. Жақсы, жарайсың, өте тамаша. Келесі сөзді оқышы кәнекей, кім оқиды? Мөнира оқиға келе ғой, ya. Оқиға өтіп орын тұрды. Ол қандай сөз? Әже. Оңға білеші әже сөзін. Неше буын бар екен? Осы буында дауысты дыбыстары қандай? Қандай дауысты дыбыстары? Әне, не. Олар қандай дауысты кәнекей? Жіңішке дауысты дыбыс дұрыс айтады. Жіңішке дауысты дыбыс. Жақсы. Келесі сөздің оқиды кәнекей? Тай, ya. Bu жерде буынға бөлінеді ме олар? Айтайықшы тайды. Буынға бөлінеді ме? Неше дауысты дыбыс бар? Бір ғана дауысты дыбыс бар екен. Жақсы. Қандай дауысты дыбыс? Қандай дыбыс, ya? Қандай дауысты А дыбысы? Жуан дауысты дыбыс екен. Жақсы, болды. Дәптерімізді ашайықшы, ары қарай. Дәптерімізді ашын. Дәптерімізді аштық па? Жақсы, балалар,
Олай болса, оқулықтағы екінші тапсырмаңызды алдараш, кәнекей. Не деген сөйленбек тұр? Кім оқиды, кәнекей? Кім оқиды? Оқиңыз шоқтан, не деген сөйленбек? Екінші тапсырма оқулықта. Оқулығымызды ашамыз, 18-ші бетте бала кәнекей. Аталар сөзі ақылдың көзі дейді. Балалар, ата деген кім екенін білеміз, барлығымыз солай ма? Жақсы. Олай болса, атаның сөзі әр уақытта бата сөз айтылады екен. Аталар әр уақытта шыбырламаңыз. Бата береді екен балалар. Олай болса, мұқият батаны тыңдап аламыз. Әумен десең маған, берейін бата саған. Қатарыңның алды бол, тең құрбыңның туы бол. Қайырлы болсын тойларың, орындалсын ойларың. Гүлге толсын өңірің, көңілді өтсін өмірің. Асқа толсын табағың, ашық болсын қабағың. Бола берсін тойларың, аман болсын отбасың. Жүзге жасың жеткенше, жағың төмен түскенше. Болмай өтсін арманың, баталық құл армас. Көп бата алғанның, бағы кеміп сарқылмас. Әумин. Әумин. Жақсы. Балалар, ол. Балалар, бата әр уақытта аталар бата береді екен. Бата берген кезде балаларға жақсы тілектер айтады екен. Олай болса, аталарымыздың берген тілектерін дәптерімізге әдемі етіп жазып ала қояйық кәнекей. Дәптерімізге жазамыз екінші жаттығуды. Дәптерге жазамыз яғни. Дәптерге көшіріп жазамыз. Кім жақсы етіп? Иә, екінші жаттығу, иә. Екінші жаттығу дәптерімізге жазамыз. Жазамыз кәнекей. Дәптерімізді көлбеу қоямыз. Кітабымыз не қоймайыз? Тақтаға кәнекей кім жазады тақтаға? Айша келе орысшылығымызды оқы тақтаға кел. Айша келе. Тақтаға сол. Ақылдың көзі. Төбесіне қарап алайын. Ақылдың көзі. Аталар. Сөзі, сызықша қой. Жақсы, жас болғамыз ең. Ақылдың көзі. Жас болса ғой. Көзі. Жарайсың отыра, өте тамаша. Жақсы. Олай болса, бала, мынау енді топта тапсырма берген. Әр тапсырмада мынадай өз әйнекшелер берген, сол әйнекшеге тиісті әріптерді жазасыздар. Сол кезде жақсы сөз оқылып шығу керек. Сыныпта түсіп қалған әріптерді жазамыз. Ойланамыз асықпай бірінші. Ойланамыз бірінші.
Тас қолдына ма? Уламай салдырсың, я? Жақсы, балалар, міне 4 топтың орындаған тапсырмаларын көріп тұрмыз. Тақтаға қараңызшы кәнекей. Дұрыс жазым екен. Оқиықшы, бірінші топ. Не деген сөз болды? Киім. Екінші астында не деген сөз болды? Екран оқыш, не деген сөз болды? Еркен астында мәсінде даусын шығар, иә? Сабын. Жақсы, дұрыс қылып па балалар? Жарайсыздар. Ал келесі екінші топта әдем оқиға өткізеді ғой, иә? Не деген сөз шықты? Тиын. Тыныш. Әдемісің ба сен? Тиын. Және? Бұлақ. Дұрыс па балалар? Дұрыс па? Тамаша қол соғайық кәнекей. Жарайсыздар. Жақсы, үшінші топтан кәнекей. Буын тобы. Тыныш. Буын тобы. Ұлдай дұрыс даусын шығар кәнекей. Тыныш. Ей. Көзге сызын. Оқыл ұлдай, е? Сызған. Бала, дұрыс құрды ма? Сызған деген сөз түрін. Не деген сөз болуы мүмкін тағы да? Не деген сөз шығуы мүмкін? Не деген сөз шығуы мүмкін? Сызғыш шығуы мүмкін. Ол сызған деп жазған екен. Жақсы, сызғыш деп жазып аламыз қазір дәптерімізге. Бала, жақсы. Бұл үшеуі, алғашқы үшеуі дәптерімізде берген тапсырмалар. Ал мына 4-ші тапсырманы 4-ші топқа мен қосымша тапсырма ретінде алып келдім. Олай болса, бала, мына үшеуін дәптерімізге жазып алайық кәнекей. Дәптерімізге жазып аламыз. Осы көргөздерге саламыз, иә? Иә. Осы көргөздерге жазамыз. Жақсы, балалар, бүгін біз қандай тақырыппен таныстық кәнекей? Иә? Қандай достармен таныстық? Қандай достармен таныстық? Дауысты достар және дауысты достар. Бүгін қандай достарды білдік біз? Жақсы, балалар, бүгін сонымен біз қандай тақырыппен түсіндік балалар? Дауысты достармен таныстық. Жақсы. Дауысты достар нешеге бөлінеді екен бала сонымен? Екіге бөлінеді екен. Қандай? Жуан және жіңішке. Жақсы. Олай болса, жуан дауысты дыбыстарды кәнекей кімдер табады кәнекей? Мына жерде мен суретін көріп тұрсыңдар балалар. Иә, дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып бөлінеді. Міне аю көріп тұрмыз. Аю деген айтайықшы кәнекей. Аю дегенде қандай дауысты дыбыс бар балалар? Қандай дыбыс бар? Онда аю деген сөзі қандай дауысты сөз екен? Жуан айтылатын сөз. Аю дегенде дауысты дыбыс қандай екен балалар?
жуан. А дыбысы. Ал тиын дегенде балалар. Айтайықшы тиынды. Тиын. Бірге. Тиын. Тиын дегенде дауысты дыбыс қандай? Дыбысы қандай дыбыс? Жіңішке. Тағандай тиын дегенде тағандай дыбыс келеді. Дұрыс айтады, дауысын шығарып айтамыз, иә? Дыбысы қандай дыбыс? Дыбысы қандай? Жуан ба, жіңішке ма? Жіңішке. Жақсы, балалар, бүгін біз жуан дауысты дыбыстар туралы өттік. Ал енді келесі сабақта жіңішке дауысты дыбыстармен танысатын боламыз. Қазір, мінекей, аюдың мына жинаған балдарын жинауымыз керек. Ол аю жуан айтылатын сөз. Онда мына жердегі балдардағы әріптерді, дыбыстарды аюға апарып беруіміз қажет екен. Жуан дауысты дыбыстар. Кәне кім шығады кәнекей? Келе ғой, Ерасыл, келе ғой. Балалар, қандай дыбыс таңдадың сен, е? Дұрыс па, балалар? Қандай дыбыс, балалар? Жуан дауысты дыбыс. Қандай дыбыс? Жақсы, тағым тарап кәнекей. Келе ғой, Адина, келе ғой. Жуан ба? Ойланамыз, ойланамыз ма дейін? Қандай дұрыс? Мына әріптер үшін ойланамыз, қанекей қараймыз, е? Қандай дұрыс таңдады? Қандай дұрыс екен, е? Жуан дауысты дыбыс. Дұрыс айтты олар? Қол соғайық кәнекей, е? Келесі кім шығады кәнекей? Келе ғой, яз келе ғой, кел. Сен қандай дұрыс таңдадың, е? Қандай дұрыс, е? Дауысты дыбыс. Қандай дауысты? Жуан дауысты. Жуан дауысты. Жуан дауысты дыбыс. Жақсы, балалар, кәнекей қол соғамыз, дұрыс айтты ма? Жақсы. Кәнекей кім шығады? Апайлама қолдар өтеріне. Жақсы, кім шығады? Кәнекей тағым шығады. Тоғжан келе ғой, кел. Тоғжан келе ғой. Тағым өр. Бал кімде болады еді, е? Жақсы. Қандай әріп таңдады? Қандай? Дыбысы қандай дыбыс? Дауысын шығарып таңдайды. Дыбысы қандай дауысты? Жуан дауысты дыбыс екен. Дұрыс айтты, балалар? Жақсы. Балалар, сонымен бүгін өткеніміз, балалар, жуан дауысты дыбыстар екен. Олар қандай екен? Қайда қайта айтамыз бәрімізге. Қандай екен? Жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақ бойынша жуан дауысты дыбыстарды түсінген болсаңыздар, алдарыңызда беріп тұрған бұлттардың астына қар қиыршықтар, мынадай түсті қар қиыршықтарын түсінген болса, мынадай түсті жапсыратын. Егер жуан дауысты дыбыстар қалай екен түсінбеген болсаңыздар, онда қар қиыршықтың мына түсін таңдап, бұлттардың астына жапсырып орналастырасыңдар. Қайда
балалар бүгін сонымен сабақты неше оқушы түсінбеген екен? Бірінші топтан 2 оқушы түсінбеген, және екінші топтан 1 оқушы ғана толық түсінбегенін сұрағым бар екен. Жақсы, олай болса, бұл оқушылар келесі жіңішке дауысты дыбыстар өткен кезде бірге тағы да жеке түсіндіретін боламын. Осымен бала, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.